Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Ұнаса лайк басып тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бүгін сүтті құс немесе молочный девочка тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір банка сгущенка қажет болады. Сгущенкаңыз міндетті түрде жақсы сгущенка болсын. Менде 3 желание сгущенкасы. Енді 3 жұмыртқамызды салып аламыз сгущенкамызға. Бір келкі жақсы шығу үшін миксермен дұрыстап араластырып аламыз сгущенкамыз бен жұмыртқамызды. Мінекей осындай болу қажет. Енді осының үстіне сары майымызды қоямыз. Сары майымыз міндетті түрде 60, одан жоғары проценттің сары май болу қажет. Ұнымызды ситадан өткізіп дайындап қойдым. Енді соған 1 қасық қопсытқыш саламыз. Салып, ұнымызды араластыратын боламыз. Мінекей ұнымыз араласып болды. Енді формочканы дайындаймыз. Формаға осылай алып қысып алуыңызға болады. Пергаменттік бумаганың ізін салып, немесе сызып алсаңыз болады ручкамен. Мен осылай алып істедім, тез болатын болғасын. Енді соның үстіне үлкен ас қасықпен 2,5 немесе 3 қасықтан саласыз. Сосын лопаткамен көмегімен жайып шығамыз. Лопаткаңыз жабысып жатса, мұздай суға жуып алыңыз да, солай жағып шығыңыз. Пешімізді қыздыртып аламыз. 180 градуста алдын ала қысып тұрған пешке 7 минутқа салып аламыз. Мінекей корждарымыз дайын болды. Енді кремін дайындайтын боламыз. Творожный сырымызды міндетті түрде холодильниктен шығарып, сол күйі саламыз, алдын ала шығарып қоймаймыз. Миксермен творожный сырмен шекерді араластырып аламыз осылай. Миксердің көмегімен. Мінекей осындай масса шықты. Енді осымызға сливкемізді құйып аламыз. Сливке міндетті түрде мұздай, холодильникте болған сливке болу қажет. Біз жай жылдамдықтан бастап үлкен жылдамдыққа дейін көтереміз. Мінекей осындай формасын ұстап тұратын крем шығу қажет. Мінекей осындай. Енді жинайтын боламыз. Формамызға салып, кремін жағып. Және де бетіне себуге мен осындай жұп-жұқа пергаменттік бумагаға ең соңғы тестаны жағып шықтым. Міне жұп-жұқа осылай. Енді осыны кружканы ұнтақтап бетіне істейтін боламыз. Мінекей тортымыз жиналып болды. Енді осы кружканы алып жанына жағамыз.
қалған кремді бетіне істейміз әдемі. Өзіңіздің қалағаныңызша әдемілеуіңізге болады. Грек жаңғағын алып осылай бетіне сеуіп қойдым. Өте керемет, өте дәмді шығады. Ас болсын, ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер.